Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Танымалдылық, қарапайымдылық, қонақжайлылық, көрегенділік. Бұл сөздердің түбірі онсыз да сын есім формасында тұрғандықтан, танымал, қарапайым, қонақжай, көреген. Оған тағы да сын есімнің д, л жұрнағын жалғау қате. Бұл форма зат есімнен жасалған сын есімнен қайта зат есім жасау үшін қолданылады. Зат есім тудыру үшін осы сөздерге тек д жұрнағын жалғау жеткілікті. Түбір сөз сын есім болса, оған жұрнақты қосарлап қосудың керегі жоқ. Онда дұрысы танымалдық, қарапайымдық, қонақжайлық және көрегендік. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.